ат қаралардан өтіп, былай қарай біздің ешкілеріміздің қандай таза, не жерде тұрған. Занинский ешкінің құлағы міне осындай болу керек. Осы базаның ішінде бір бөлек документтерді бөлмеде сізге көрсетеміз. Мінекей. Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздерге Қарағанды қаласынан сатылатын асыл тұқымды ешкілерді көрсететін боламыз. Бұл ешкілер құжаттарымен бірге сатылады. Сондықтан да видеомызды соңына дейін тамашалауға кеңес береміз. Біз қазір ешкілерді сіздерге көрсетуге бара жатырмыз. Бірінші мынандай ат қаралардан өтіп, былай қарай біздің ешкілеріміздің қандай таза, не жерде тұрған көрсеңіздер болады. Мына жердің астының бәрі бірінші бетондалған, ешкі қораға дейінгі жердің өзі. Сауылатын жер туралы мүлдем проблема жоқ. Ешқандай мәселе туындамайды. Тазалығы бұлардың ешкілердің тазалығы. Ешкілерге де келіп жеттік. Қазір сіздерге ешкілерді біріне-бір ішіне арасына кіріп отырып көрсететін болам. Мына ешкілер сатылады. Бұлардың таза қанды документімен. Бұл ешкілер 2015 жылы Ресейден алып келген, Россиядан. Қазір бұлардың ірілігін қараңыздар. Бойы мен отырмын. Мен отырған кезде мен бойымен бірдей болып тұр. Үлкен ешкілері. Бұлар заниндер, таза қанды занин. Құлақтары. Қазір артында альпілер көріп тұрсыздар. Маған ұнайтын лақ. Қара. Альпа. Міне таза альпа осындай болу керек. Таза альпийский. Таза альпийский лақ осындай болу керек. Так. Кімге альпа ұнайтын болса, мына жерден альпийский ешкілер табуға болады. Мына ешкілер мен артынан жүр қазір. Қазір чех ешкілер ұнайтын болса, мен таза чех ешкіні сіздерге көрсетем қазір. Чех ешкі қайда чех. Әне. Мен артындағы нау чех. Чех ешкілер. Нау. Моншағымен занин. Так, альпийский. Бұларда қазір документ бар. Қазір документін бұлай көрсететін боламыз. Документінде. Ешкілер. Документімен таза қанды сатып аламын десеңіздер. Ешкілер. Егерде тазасын аламын десеңіздер, осындай болады. Мынада неге мүйіз бар деп ойлаған, ол занинде 25% мүйіз болады. 25%-інде қалған 75%-інде мүйіз болмайды. 15-те келген әлі басқа текелермен қосылмаған, жергілікті текелермен. Сол таза қанды қалай алып келінді, солай сақталған ешкілер. Сосын бұл Қазақстанда үлкен ешкі фермасынан кейінгі жеке қолдағы таза қанды ешкілердің ішінде мен айтар едім номер 1 деп. Өйткені мынанша бас ешкіні оның қанын таза етіп сақтап, сонша жылдан бері бірде-бір теке қоспай өзі бағып отқан. Сондай ешкілерді жақсы көретін, ешкімен айналысып осыдан табыс тауып отқан. Солай ағамыздікі, Қараңыздар қолға қалай үйренген.
не бәрінде мойындарында мынандай нелері бар, сауылатындарында. Ой. Занин, негізгі басы көбісі Занин. Альпы, және Чех, Альпы Чех. Қазір Чехтан біреуін көрсеткім келіп отыр еді, бірақ көрдіңіз бе? Чех альпийскийларына Занинский секілді адамға қатты жақын болмайды дейтінем ғой. Осы айтқан себебім. Өйткені маған қазір тек Заниндер ғана жақындап жатыр да, осылай келіп. Окей. Не мынандай? Отдельно өзінің нелері бар. Қысқыға ғой? Иә, қысқыға. Жеке-жеке, бөлек-бөлек. Не ешкілер. Ар жағынан. Чака. Бергендер. Чака. Занинский ешкінің құлағы міне осындай болу керек. Бұл енді анық көрініп тұрғаныңыз. Біздер қазір ешкілерді көріп болдық. Енді офисқа келдік. Офиста біздер документтерді қарау үшін. Офис осы базаның ішінде бір бөлек бөлмеде. Офиста мынандай сүт сақтауға арналған тоңазытқыштар, холодильниктер бар. Мінекей, қазір документтерді сізге көрсетеміз. Мінекей, бұл документтер қазақстандық еместі. Олар қазір көреміз. Международный ветеринарный паспорт для животных деген. Мінекей, мынандай не бар? Документ Қазақстанның документі емес. Өйткені Қазақстанда даже мынандай документті табылмайды, мынандай документ жоқ. Мындай документтер. Сертификат. Сосын мынандай ветеринарный сертификат. Мынандай ветеринарный сертификат. Таможнядан өткен кезіндегі талондары, нелері бәрі сақталған. Басқа қан қосылмаған. Бұл ешкілерге бөлек өзінің жайылым жері бар. Бұл тек қана қорада салған мал емес, өзі жайылым жері бар. Қоршалған жайылым жері бар. Тамағын, несін уақытылы, несін тамағын, жемін, шөбін жеп тұрған, дендері сау, барлық нелер вакциналар, нелер егілген, барлық документтер дұрыс, ешкілер сатылымда. Сөз соңында айтарымыз, елімізде таза қанды асыл тұқымды сүтті ешкілердің санын көбейтуге өз үлестеріңізді қосыңыздар. Бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болған болса, онда арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдыруларыңызды сұраймыз. Сіздермен бірге болған ғылым және ауыл арнасы. Сарыбай Нұрғиса Қыдырбайұлы. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.